Бәріңе сәлем, мен соңғы кездері Counter-Strike Global Offensive немесе CSGO деген ойында ұзақ уақыт өткізетін болдым. Сосын маған басқа ойын ойнайтын адамдар сияқты неге мен уақытымды құр босқа өткізіп жүрмін деген ой келді. Содан кейін мен Google-ға ойынның пайдасы туралы іздей бастадым, әсіресе шутерлер. Осыдан кейін менің түсінгенім бойынша ойындар өте пайдалы екен және адамның көп қасиетін дамытады. Сол туралы мен бүгінгі видеода айтатын боламын. Бұл менің каналымдағы жаңа рубрика, сондықтан егер көп просмотр жинайтын болса, мен тағы да түсіремін. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. Ал біз видеоға кеттік, короче. Бәріміз білетіндей, шутер ойындар адамның көп қасиетін дамытады. Бірақ та көбіміз білетін зат ол бәрімізге банальный. Оны бәріміз білеміз, бәріміз түсінеміз, ата-аналарымыздан басқалары, конечно. Енді мен сендерге бірінші бастайын деп жатқан фактымды сендер білесіңдер. Бірақ та оның өмірге қаншалықты пайдасы тиетінін сендер түсінбейсіңдер. Сендер мынаны білесіңдер ма, білмейсіңдер ма? В общем, английский язык енді Қазақстанда государственный язык болады деп айтқан болатын. Допустим, ол болмаса да, бірақ английский языкты бүкіл қазақстандық білу керек. Хотя бы өйткені ағылшын тілі Google-дың 54%-ін алады. Яғни Google-дың 54%-і ағылшынша, ал қалған 46%-і әлемдегі басқа тілдер. Оның ішінде Қазақстанда қанша процент екенін айтпай қойсақ та болады. Бірақ өте аз деп айтайық. Және де басқа заттарды айтатын болсақ, мысалы YouTube-тағы көп видео ағылшынша, және де әлемдегі көп кітаптар ағылшынша, әлемдегі көп мамандықтар ағылшынды требовать етеді. Осымен менің айтқым келгенім бойынша ағылшынша бізге өте маңызды. Біз Қазақстанда жүрсек те ағылшынша білу керекпіз. Бірақ та көбісінде сұрақ туындауы мүмкін. Ағылшынша тілді біз қалай үйренеміз деген сияқты. Осы жерде біздің шутерлер көмектесе алады. Иә, түсінем, бұл біртүрлі естілуі мүмкін. Бірақ та шутер ойындардың арқасында ағылшынша үйрену қатты оңайланады. Ол былай жұмыс істейді. Көп шутер ойындарда голосовой чат деген болады. Және көп адамдарда голосовой чатта ағылшындар пайда болуы мүмкін. Яғни кейбір кезде носительдер пайда болады, ал кейбір кезде ағылшынша білетін адамдар пайда болады. Солармен ағылшынша сөйлескен кезде каждый сөздері біздің миымызда қалады да ағылшынша үйрену оңайлайды. Ол былай жұмыс істейді. Кейбір кезде біз ағылшынша сөздерді түсініп қалатын моменттер бар. Оны біз қалай жаттадық? Біріншіден, өміріміздегі қызықты момент кезінде адамдар ағылшынша сөйлескен кезде осындай моменттерде біз ағылшыншаны жаттап аламыз. Яғни өміріміздегі қызықты сәттер миымызда қалып қалғандықтан ағылшынша сөздерде солай миымызда бірге қалады. Қызықты сәттерге былай мысал келтірсек болады. Ағылшын тілі сабағында біз достарымызбен қуып отырған кезде ағылшын тіліндегі кейбір сөздер есімізде қалып қалады. Немесе мысалы CSGO ойнаған кезде біздің командамыздағы тиммейт ағылшынша сөйлейтін болса, оның сөздері де біздің есімізде қалады. Өйткені CSGO ойнаудың өзі ол да бір қызықты сәт болып саналады. Немесе олай көмектеспесе де ағылшын тілі CSGO-дан былай көмектесуі мүмкін. Мысалы біз ағылшын тілін үйреніп жүрік деп есептейік. Егер де бізде ағылшын тілі сабағында өзіміз құрау керек болған мысал миымызға келмей жатқан кезде, сондай сәттен CSGO-дан мысал құрасақ болады. Осылай біз ағылшынша сөйлеуді оңайлатамыз. Екінші факт. Ұзақ уақыт геймерлердің миларын бақылауына байланысты атыс ойындар головоломкалардан қарағанда миды жақсы дамытады. Сондықтан да мысалы CSGO-да айтатын болсақ, біз 5-1 қалған кезде не істерімізді білмей қаламыз. Осындай моментте тез решение қабылдау керек болады. Өйткені көбіміз ойын ойнаған кезде ойын мен өмірді бірдей қыламыз. Бұл жаман емес. Ойын ойнаған кезде мидың состояниясы өзі сондай болады. Сол үшін біз ұтылған кезде жынданамыз, ал ұтқан кезде қуанамыз. Сол сияқты да каждый решениеміз біздің миымызды тез дамытады. Яғни тез ойландырады, одан кейін миымыз тез дами бастайды. Соның салдарынан біз егер де ойын ойнайтын болсақ, біз деген тупой болмаймыз, одан сайын ақылды бола бастаймыз. Ойлаңдар, сендер кайфпен ойын ойнайсыңдар да, бірақ соның арқасында миларың да дамып отырады. Былайша айтқанда бір оқпен екі қоян өлтіресіңдер. Ақылды да боласыңдар, ойыннан да кайф аласыңдар. Бірақ та бір нәрсені есте сақтау керек. Әр ойынның өзінің жанры болғандықтан, әр ойынның өзінің басқаша пайдасы бар. Бүгіндікке мен CSGO-ды көп ойнағандықтан CSGO туралы көп айтамын. Мысалы CSGO-да сен командалық ойынды жақсы дамытасың. Яғни командамен қалай жұмыс істеу керек, лидер қалай болу керек деген қасиеттерді дамытуға болады. Одан бөлек адам егер де командада қалай жұмыс істеу керегін білсе, онда решение қабылдауды да үйренеді. Яғни сен ойында решение қабылдап үйренгеннен кейін сен мына өмірде де решение қабылдауды үйрене бастайсың. Содан сен өзің өмір сүруіңе кішкене көмек болады. Конечно, мен сендерге бұл жерде полностью ойын ойнауды пропагандировать етіп жатқан жоқпын. Бұл ешқандай да пропаганда емес, просто ойындардың пайдасы қандай екенін сендерге білу керек. Өйткені ойынның жаман жерін үйренгенше жақсы жерін үйренген 100% дұрысырақ болады деп ойлаймын. Егер де сендер де солай ойласаңдар, онда комментарийға жазып кетіңдер. Енді мен сендерге осы жерде өзімнің мнениемді айтып кетейін. Негізі онлайн атыс ойындар адамға стратег болуды және скукатаны құртуды, сондайды
үйретеді. Скукатаны құрту ол навык емес, просто кейбір адамдарға кейбір кезде жалғыз болады. Қазір түсіндіремін, кейбір кезде адамдар өмірден шаршап кетеді. Просто шаршап кеткеннен кейін ойын ойнағысы келіп тұрады. Ал ойынның арқасында сен өмірден кішкене бөлініп, миың демалады. Бірақ бұны да теріс пайдаланбау керек. Бәрібір шын өмір ойындағы өмірден қарағанда күштірек және де қызығырақ. Өмірдегі қиындықтар просто уақытша болады. Сондықтан да ойынға көп берілмеу керек. Ал бағанағы айтқаным бойынша адамның тез решение қабылдауын дамытады дегенім ол бәріне итак та түсінікті деп ойлаймын. Өйткені адам ойын ойнаған кезде сол виртуальный өмірге кіріп кеткендей болады. Сол жерде өлсе шын өмірде өлгендей болып сезіледі. Сондықтан да адамның миы бұны шын деп ойлайды да тез решение қабылдауға тырысады. Ал осының арқасында миың дами береді, солай сен кішкене ақылдырақ боласың. Бұнымен менің айтуым бойынша көп адамдардың стереотиптарын жоққа шығарғым келеді. Өйткені көбісі компьютердағы ойындардан сен тупой боласың деп ойлайды. Немесе атыс ойындардан сенің психикаң бұзылады деген заттарды ойлайды. Бірақ бұл жерде мен келсем, егер де сен 5 жастағы, 6 жастағы кішкентай бала болсаң, я сенің психикаң обязательно бұзылады. Сол үшін көп жерде 5-6 жастағы балалар қызығатын заттарға цензура қояды. Ал 5-6 жастағы балалардың көбісі CS:GO, Warzone сияқты ойындарды ойнамайды. Оның көбісі 10-нан 17 жасқа дейінгі балалар ғана ойнайды. Даже одан үлкен болуы мүмкін. Бірақ 10 жастан жоғары балалардың психикасы бұл үшін бұзылмайды деп ойлаймын. Өйткені мен кішкентай кезімде бұдан да жесткий ойындарды ойнаған болатынмын. Менің психикама ештеңе болған жоқ. Ал енді осы видеоға вывод жасайық. Ойындар осы өмірдегі барлық заттар сияқты плюстары да минустары да бар. Дәлірек айтқанда шутер ойындар. Плюстары ол сенің миыңды дамытуы мүмкін, сенің реакцияңды дамытуы мүмкін, сенің тез решение қабылдауыңды дамытуы мүмкін, командный ойындарды дамытуы мүмкін. Бірақ осы факттар бар екен деп күні-түні компьютер ойнауға болмайды. Өйткені ойындар компьютерді, ал компьютердің минустары көзді кішкене болсын нашарлатады. Ол стереотип болса да, егер де сен көзіңе қарамасаң, бәрібір де компьютермен көзің нашарлай бастайды. Және егер де сен CS:GO ойнайтын болсаң, кішкене нервнылау боласың, 100%. Сосын шын өмірдегі көп уақытыңды босқа құртасың. Сондықтан егер де сен ойын ойнайтын болсаң, біріншіден спортпен айналыс, осы өмірдегі өзіңді дамыт, сабақ оқы, сосын болашаққа инвестиция жаса. Содан кейін барып ойынды азыздан ойнасаң болады. Осы видеода мен сендерге ойынды пропагандировать еткен жоқпын. Просто мен сендерге ойындардың пайдалы жақтарын айттым. Осы пайдалы затты қолдануға кеңес беремін. Әсіресе ағылшынша үйрену вообще топовый вариант. Короче, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. Комментарияға өздерің мнениеларыңды обязательно жазыңдар. Егер де осындай жанрдағы видеолар ұнайтын болса, мен тағы да шығарамын. Сосын видеоның астында описанияда біздің телеграм каналымыз бар, сол жерге де тіркеліп қойыңдар. Ол жерде видеоларға спойлер шығады, видеоның превьюлары шығады және де тағы да басқа видеоға байланысты заттар шығып тұрады. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.